Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бізде жаратылыстану сабағы. Тақырыбы кіші ғарыш денелері. Бүгінгі сабақта астероидтар мен кометалар туралы білесің, метеориттің не екенін білесің, кіші ғарыш денелерінің жердегі тіршілікке әсерін түсінесің. Тірек сөздер: астероид, комета. Түнгі аспаннан кометаны көру сирек және есте қаларлық құбылыс. Ол күн жүйесінің айналасында өз орбитасымен үлкен эллипс бойымен қозғалып жүреді. Күннен алыс жерде астероидтардан еш ажыратылмайды. Кометаның құйрығы үнемі оның артынан ілесіп жүрмейді. Күннен алыстағанда құйрығы оның алдында болады. Астероид тас кесегінен не металл араласқан тастан тұратын кіші ғарыш денесі. Олар ғаламшар сияқты күнді айнала қозғалады. Күн жүйесіндегі астероидтардың тығыз шоғырланған орны Марс пен Юпитердің арасы. Оны астероидтар белдеуі деп атайды. Жай көзбен көруге болатын ең ірі астероид Веста деп аталады. Мына бейне жазбаға назар аударайық. Астероидтер деп күнді айнала қозғалатын аспан денелерін айтамыз. Олардың басым бөлігі Марс пен Юпитер орбиталарының аралығындағы белдеудегі орналасқан. Белдеуде 200-ден аса ірі астероид бар. Олардың диаметрлері 100 шақырымнан асады. Сондай-ақ осы белдеудің ішінде миллиондаған ұсақ астероидтер болады. Әдеттегі астероидтың сыртқы бетінің орташа температурасы 73 градус. Кейбір теорияларға сүйенсек, белгілі астероидтың көпшілігі басқа ірі денелердің жарықшақтары болып табылады. Метеорлар дегеніміз жарықтың жарқыраған жолақтары. Олар аспанда пайда болады да қайта жоқ болып кетеді. Оларды адамдар аққан жұлдыз дейді. Өйткені метеор аспаннан ағып түсіп бара жатқандай көрінеді. Метеорит деп аталатын сынық бөлшек жер атмосферасына сырттан келіп енгенде метеор пайда болады. Күшті ауа кедергісіне ұшыраған метеорит әбден қызып, газдар мен балқыған бөлшектерінен жарқыраған жолақ қалдырады. Көптеген метеориттер жерге жетпей жатып жанып кетеді. Жерге жетіп құлаған метеориттің бөлшектері метеорит деп аталады. Метеорит жауыны дегеніміз не? Жер ұсақ метеориттердің ағындаған жолағымен немесе топтанған шоғырмен бетпе-бет келеді. Мұндай жағдайда аспан ұшқындарға толып кеткендей көрінеді. Бұл ағындар шоғырлардың комета секілді өз орбитасы болғандықтан олар кометалардың бөлшектері саналады. Міне қызық, метеориттердің көпшілігі, метеорлар мен метеориттердің көпшілігі бірнеше секунд ішінде жерге жетпей жатып қызады. Үлкен астероидтер тегіс емес жұмыр тас. Атмосфераның үдемелі қызуына шыдаған метеорлар метеорит деп аталады. Метеордың 3 түрі бар: тас, темір және тас темір. Астероидтар көлемдері жағынан бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ең ірі астероид 1801 жылы табылған. Оның диаметрі 933 шақырымға тең. Комета газ немесе шаң бөліп шығаратын мұз дене. Біз көретін кометалардың көпшілігі ұзын, сопақша күн орбитасын айналып жүреді. Комета кома деп аталатын бұлт атмосферасымен қоршалған қатты ядродан және бір немесе екі құйрықтан тұрады. Көптеген кометаларды телескопсыз көру мүмкін емес. Өйткені олар тым кішкентай немесе күңгірт. Әйтсе де кей кометаларды күнге жақын ұшып келгенде бірнеше апта бойы жай көзбен тамашалауға болады. Кометаларды күн сәулесі шағылысатын команың және
құйрықтарындағы газ бен шаңның арқасында көре аламыз. Сондай-ақ газдар күннен енген энергияны бөліп шығару арқылы да жарылады. Кометаның құйрығы барлық уақытта күнге қарап бағытталады. Астрономдар кометаларды олардың күн орбитасына қаншалықты ұзақ жүріп жететініне қарай топтастырады. Қысқа мерзімді кометаға бір орбитаны айналып шығу үшін 200 жыл жеткілікті. Ал ұзақ мерзімді комета үшін бұл үдеріс 200 немесе одан да көп жылдарға созылады. Сызба бойынша кометаның құрылысын айтып бер. Жақсы, жарайсың. Мәліметтерді жинақта, анықтамасын жаз. Қандай мәліметтер? Ғарыш, атмосфера, астероид, метеор, метеорит. Тұсына анықтамасын дәптерімізге жазамыз. Жобалау әдісі. Ойлан, сұрақтарға жауап жаз. Қандай астероидтардың атмосферадан өтіп, жерге құлау мүмкіндігі мол? Тас па, әлде темір ме? Осы сұраққа жауапты дәптерімізге жазып, мұғалімімізге жібереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.